түсіндің ба? Тұра. Көзі, мұрны, құлағы, аузы. Екіге бірді көбейтіп, етең екі дейді. Жап жаңа прическамен алынған сияқты болып. Бұл жерде не болып жатыр деп. Айтпаймын ит көз деген жоқ мен. Алмаз, Адиль, выпускной. Сәлем достар, сізбен бірге Puzzle Life каналы, менің есімім Әділ. Мен Алмаз. Бүгінгі видеода біз тағы да реакция түсіретін боламыз, бірақ та бүгін кішкене ерекше, біз фотоларға реакция істейміз. Бірінші топтама бізде 20 фото, оның бір қарағанда түсінбейсің не болып жатқан. Оны түсіну үшін фотоға бірнеше рет қарау керек деп жазылып тұр, сондайдан бастайық. Ал одан кейін басқандай фотолардың топтамаларына көшеміз. Ал енді бастайық Алмаз. Кеттік. Немеге ауыз салып тұр. Фотошоп істемей қоймаса енді, білмеймін. Жүремін, қара фотошоп көлеңкесі көрініп тұр ғой. Иә. Машина. Сонда не деген жапондардың несі бар программасында. Аяқ киімді шкафтың істеп қояды, сосын өтірік аяқ киім, шын аяқ киім болады. Сол біледі ғой қайсы шын екен де. Носа ұзақта өзімше не ойнағысы келіп тұр. Я硬そうだよ。Ана несі апаның атасына арбасы деп қойды. Өзі жылқының үстіне, ойыншыққа жылқының үстіне. Қолына шығарса қамшал болған. Апансын. Сау болды. Ой, бейшара. Мәм. Көмектесін тұрды. Өлтір жатыр мені деп отыр. Жай жұмдырып атсын. Жылап жатқан сияқты. Түр жаман кетті ғой. Альфа-самец, его цыпочки. Мына түріне қараңдаршы. Бізде бәрі болды. Көтірш қара. Сабақ кезінде 3-ші тоқсанда осылай отырасыңдар ма? Күліп отырып отсақ та. Мектепте қайдан ғана отыру? Отырыс қойдықшы. Неде? Отыру болса, осылай. Ана отырған жоқ та түрі. Еще күліп отырған сияқты түрі. Түлкі кезекте тұрма. Күтіп тұрған жоқ та емес кезек. Ана адамдар да не, оның несі бұзып тұрған жоқ, алда тұр болып бе? Түсіндің ба? Тұра қара. Түсіндің ба? Неде? Досыма не болды деп жатыр ма? Барьерден шығайын деп жатыр. Көмектесейін деп отыр, жош кетті. Жайты, күлкі өсі кадр болып қалды. Не болып қалды мынау? Білмеймін, мүмкін ыстық болған шығар ана жақта. Неге ондай басып киім несін алады болса, неге алып тастаған жоқ қой несін? Сен мына қызыл белгіге қарап жатқанша саған біреу бақылап жатыр сені дейді. Түріне қарасаңшы. Келесі топтамаға көшейік. Келесі фотоларда 25 фото. Бұл 25 фото барлық әлемдегі адамдарды біріктіреді дейді. Мүмкін барлығымыз істейтін ерекше заттар шығар, барлық адамдар істейтін. Әр адамның үйінде осындай ешкімге керегі жоқ, ешкім қолданбайтын қасық бар дейді. Достар, кімде үйде осындай қасық болса лайк басып жатырыңдар. Не? Ай, мә. Кез келген нәрсеге арнаған не болады? Дәл бізде анда сондай бір жер бар. Мүмкін арасында қолданам деген бар ғой, сондай категорияда бар. Бізде әлі бар осындай. Бұл жерде қазір достар, жаңағы алайын десем, жаңағы сияқты алдындағы фотодағы полкаға тап болдым, бәрі шашылып жатыр. Бәрін алсышы ал. Ностальгиям 1 минута. Бұл фотода жазылып тұр, әр адам үйінде осындай бір кассета болған, оның үстіне жаза бересін деп жазылып тұр. Мынаның бәрін солай қолдандық тұр бізде. Міне қазір достар. Коллекциясы әлі бізде бар ол. Міне, көп. Бізде осылай болды. Мысалы, біреу мектепте болса, оны бір фильм, бір нәрсе, кішкене кезде мультфильм бір нәрсе болады. Оны біреу мысалы сабақта болған кезде бір өткісі болады. Ал үйдегі адам оны кіргізеді, видеомагнитофонға. Соны жазып алады. Өз бірге көреді, сосын келген соң асықпай көреді, көрмейді. Мынау уже бұрыннан бері жоқ мынау ішінде. Қазіргі мынандай кішкентай флешка емес мынау не үлкен ғой. Қазіргі кезде Алмаз дұрыс айтады қазір. Кез келген затты интернеттен басталасың, ол кезде біз үйге барып, үйде біреуге уақыт айтасың, мына кезде бірдеңке болады, соны кассетаға жазып ал, үйге келген соң көремін деп солай. Біздің бала кезімізде осындай болды. Мультфильм ешнеге жоқ, ішінде керек заттардың бәрін жаза береміз ғой осылай. Және мынаның арасында бір спойлер жасап қойын. Мынандай нелердің арасында бізде өзіміздің кішкене кезден отбасымыздың несі бар? Кадрлар бар. Бір кадрлар бар бізде. Біздің бала кезіміздің кадрлары бар. Бала кездің. Солар сен 4-ші класста, иә? Сен 4-ші класс, сен 1-ші класс. 2-ші класс. Сен тісін жоқ қандай үшін? Мектепте оқып жүрген кезде. Алмаз, Адиль, выпускной деп тұр, 4-ші класс. Бұл жерде Алмаздың 4-ші классы және менің 4-ші классым.
иә алмас айтты дұрыс. Спойлер жасап қояйық, бұл алла қаласа енді мүмкін бір оцифровка істейтін шығармыз. Сонда осы біздің бала кезіміздегі кадрларды көре аласыз, соған реакция түсіреміз, үшеуміз. Сондықтан тезірек шықсын десе лайкты көбірек басып отырмыз. Лайк. Енді кішкене қызықтырып жіберді жаңа. Енді ары қарай қояйық. Экзамен кезінде алдын ала тексеріп отырамын дейді. 2-ге 1-ді көбейтіп тең 2 дейтін да. Достар, кімде осылай болады? Анандай сасқалақтап жатасың кейбір кезде экзаменде, есімде бар менде. Болмайсың. Білесің дұрыс екен, бірақ неде бір күмән болып қалады. Иә, сон есі шығаратын күмән. Чипсын қайдан алған мынанша? Бәрі ішке сыймайды ғой мына бәрі. Кукурузный палочка деймін ба сондай. Қолмағай болу керек қой мынаның бәрін жеп. Қазір мында бір жазу жазып тұр. Бір сериалды тауып алған кезде ұзақ көп сезондармен осылай отырасың деп. Сіздер отырмай қойыңдар ол. Қажет жоқ олай отыратын. Айтпаңдар, былай істеген жоқсыңдар дейді. Айтпаймын, өйтіп істеген жоқ мен ой. Сіз істедің бе? Жоқ. Бұл немене анандай макарондардың әрқайсысын бір-бір несінен пісіп алған ба? Айтпаймын, өйтіп істеген жоқпын. Мен де істеген жоқ. Көлікте көңілді түсіретін әуен ойнаған кезде соның өзі мен де бір клип жасап, соның кейіпкері болып ойланып отырған кезде осындай жағдай болады. Мә, сен мынаны түріне қарашы. Мен бейшара не ойланып қалды. Иә, болған осылай. Бізде әсіресе кішкене кезде Sega ойнаған кезде. Мә, Сегаға бізде дәптер болып ойылғай. Арнайы кодтарын жазып толтырып осылай. Ол кезде интернет жоқ, достарынан сұрайсың, мынаның коды қандай, мынандай коды қандай деп. Тағы да 20 фото ол жерде жазылып тұр. Бұл фотоларды көрген кезде бұл жерде не болып жатыр деп айғалауға мүмкін емес дейді солай. Жоқ, солай айғалайсың деп жазылып тұр. Көрейік енді. Бұл жерде енді бір шағала, екінші шағала үстіне отыр. Жай отыр. Ештеңе емес. Ананың түріне қарасаңшы, мініп алған. Ана бәрібір екіншісін. Енді сол ұшып кетсеңіз бір кезде Мичиганда деп жазылып тұр. Ойындағы бакқа ұқсайды ғой бір. Ана ішіне бат кетеді ғой. Сонда қалай? Қаш өзінің басына отыра салды. Мынау өз несіне бейімделіп тұр ғой, өзінің несіне. Дәл бейімделіп тұр осылай. Хамелеон ғой, хамелеон. Жатып сағады осылай, бір кесу көрмей қалды. Мынау несінде дәл үйдің алдында нені бір стол ұстап алды, бір көміп. Қолымен ұстап алған еще қарасаңшы. Өз үйіне келді ғой мынау. Неде? Тамақ алдына келіп жатыр ғой өзі. Доставкасы ғой сондай. Осындай мақтанамын енді сол. Мынау біз осындай бір зоопарктамыз. Мынау біз мектеп бітірген кезде. Мынау мен осылай стенге тақалып не тұрмын деп. Ал енді келесі топтама достар, кейбір жағдайда неге сендер 20 фото деп айтасыңдар, бірақ та 20 фото болмайды деп ойлап қалмаңдар, өйткені біз кейбірлерін алып тастаймыз олар. Күлкі емес, қызық емес. Сэндвичтен леопард шығып кетті дейді. Қазір тұр. Мә, мен таптым. Қайда? Қара мына жерде. Басы. Не? Кәдімгі леопард емес, пума шығып қалады шын. Қашып барады ішіне, мен жемейсің мен. Көзі, мұрны, құлағы, аузы. Бір қол бар е. Екінші қол бар мен әлі дұрыс шықпай қалған. Немен қаш немен томатты пастасымен, бұрышымен бәрі барсақ де қызанақ ішті бір құтын ой тұрған қызанақ. Өтірік $20 дейді. Мынау қалай алданып қаламын. Мынаның түріне қарай, енді мынаның түріне қарай. Офицер, арестуйте его. Бұл жерде степлерлардың темір скобкалары Нью-Йорктағы немесе басқа қалалардағы, ірі қалаларда, мегаполистарда үлкен ғимараттарына ұқсап тұр. Дәл қараш. Тіпті мына жазу болмаса мен білмешін скобкалар екен. Бірақ арт жағынан қара болмағанда осы, қара болғанда түсінесің. Егер мысалы арт жағынан бір распечатка істеп артына бірдеңке қойып. Бір анау аспанды істеп қойса, бір істеп қойғанда дәл сен қаласың ғой. Бұл жерде картонның бөлігі қасында анандай канализацияның решеткасы тұр. Бір-бірінің қасында соншалықты былай бір ракурста тұрғандықтан олар мына картон ауада ұшып тұрған сияқты әсер көрсі сияқты. Менің саусағымда тісім бар. Тісіміз ауыз ғой ол. Шаш алуға арналған машинка өзі шашы жаңа ғана жап-жаңа прическамен алынған сияқты болып тұр. Көзі, несі бар е? Аузы,
Ал енді достар, бүгінге осымен аяқтайық бүгінгі фотоларды. Сізге осы видео ұнады деген ойдамыз. Сізде де осындай ерекше әсер қалды деп ойлаймын осы видеодан кейін. Естественно, качестволар көрген кезде еске. Иә, керемет болды. Сол качество не екенін көргіңіз келсе, көп лайк, көп. Лайк жинаңыз достар. Мына видеоға сонда тезірек кассеталармен видео шығатын болады. Оцифровка істейміз де. Алланың қалауымен болашақта сол видео міндетті түрде шығады деген ойдамыз. Ал енді достар, міндетті түрде осы видеоға үлкен лайк басыңыз. Сонда келесі видеоларымыз Puzzle Life'та тезірек шығатын болады. Осы видеоның астына өзіңіздің пікіріңізді қалдырып отырыңыз, біз барлығын оқимыз. Сонымен қатар достар, біздің Puzzle Life каналымызға жазылыңыз. Подписаться деген қызыл кнопка болады. Соған бассаңыз қоңырауша шығады. Қоңыраушаға бассаңыз біздің жаңа видеоларымызды ешқашан өткізіп алмайсыз. Инстаграм бар. Puzzle TV деген. Сосын не, Twitter бар еще, кім білмесе. Бізде айтпақшы, біз Twitter аштық, соған Puzzle TV деген. Түрлі сұрақтарға жауап береміз, сол жерге міндетті түрде кіріңіз. Твиттерге, одан кейін кейбір жаңалықтар болады үшін. жаңалықтар болып отырады ол жерде. Басқа жерде шықпайтын. Басқа жерде олар шықпайды, тек қана Твиттерде шығады. Сондықтан жазылыңыз ол жерге. Міне барлық видеолардың, мына жерде шу жүрген барлығы сілтемелері видеоның сипаттамасында және бірінші комментарийде болады. Бүгінге осы достар. Puzzleға жазыл. Puzzleға жазыл, Міне, бүйтіп көрсетпей. Puzzleға жазыл достар. Міне соңғы не? Міне. Puzzle. Хэштег puzzle деп пе?